Астана немесе Алматы. Осы выпусктан кейін мен алматылықтар жек көруі мүмкін, бірақ мен бұл сұраққа жауап бермесем болмайды. Маған Инстаграмда өте көп қойылатын сұрақ Астана немесе Алматы. Бүгін осы тақырыпты талдайтын боламыз. Кеттік. Достар, қош келдіңіздер менің YouTube каналыма. Бұл каналда мен маркетинг және жеке даму жайлы айтамын. Және бүгінгі тақырыбымыз Астана немесе Алматы. Мен бэкграунд кішкене история айтып кетейін. Мен Алматыда 24 жыл бойы тұрдым. Осы қалада туылдым, осы қалада өстім, осы қалада мектеп бітірдім, университет бітірдім. 24 жасқа келген кезде тұрмысқа шығып Астанаға көшіп кеттім. Қазір жасым 26-да, Астанада тұрғаныма 2 жылдан асты. Алматыда 24 жыл бойы тұрдым және екі қаланы салыстыруға менде опыт жетерлік деп ойлаймын. Жалпы мен түсінгендеріңіздей Астананы таңдап отырмын. Қазір неге? Өйткені бірнеше себептер бар. Ең біріншісі ол кептеліс. Маған Алматыдағы кептеліске уақыт құрту андай бір crazy болып көрінеді. Неге? Өйткені мысалы дәл қазір мен Алматыдамын және осы жерге жету үшін мен 1,5 сағат уақытымды құрттым. Ал мен уақытымды, өмірімді в целом ондай кептелісте өткізгім келмейді. Сондықтан Астанаға +1 балл. Екіншіден, достар, Астананың ауасы таза. Өкінішке орай Алматыда экологиялық проблемалар өте көп екенін білесіздер. Ауа ластанып кеткен және ол 1 күн, 2 күн дегенде байқалмауы мүмкін, бірақ егер сіздер жылдап тұратын болсаңыздар, бұл қалада кәдімгідей мысалы менің Алматыда тұрған кезімде мұрнымда проблема болған деген секілді. Осындай бір моменттер бар. Бұны алматылықтар өте жақсы түсінеді. Үйлеріне ауа тазартқыштар алып қойып жатыр. Мұның барлығы кәдімгідей сезіледі. Сондықтан да мен екінші себеп Астананы таңдауым ауа кәдімгідей таза. Және үшінші себеп бұл енді көбінесе финансқа келіп тірелетін шығар. Біреулер айтады Алматы қымбат дейді, біреулер айтады Астана қымбат дейді. Бірақ мен үшін Алматы қымбатырақ. Ол үй алсаңыз да, көліктің бағасы плюс-минус бірдей болуы мүмкін, азық-түлік алсаңыз да деген секілді Астана арзанырақ көрінеді маған. Мысалы біз осыдан 4 ай бұрын үй алдық және біз алған үйдің суммасына Алматыда точно үй келмейді деп ойлаймын. Біз примерно 22 миллион теңгеге үй алдық. 22 миллион теңгеге Алматыда қаланың шетінен болмаса, қаланың орталығынан үй точно таппайсыз. Ал Астанада біз жақсы жерден алдық ол үйді. Және ол үй жап-жаңа. Сондықтан да үйдің бағасы жағынан, в целом баға жағынан Астана үлкен плюста деп ойлаймын. Менің Астананы таңдауымның тағы бір себебі ол әрине фьючеристик болу. Қаланың Галлап тапсырғандарыңыз болса, араларыңызда білесіздер, менде мысалы фьючеристик деген талант жоғары. Яғни мен болашаққа қатысты нәрселерді жақсы көремін. Үлкен зданиялар, андай бір AI технологиялар дейді ғой. Вот осының барлығын жақсы көремін және осыдан мен шабыт аламын. И Астана дәл осындай менің фьючеристик вайбыма сәйкес келеді. Яғни ол жақтағы үлкен зданиялар, әртүрлі формада жасалған ғимараттар, осының барлығының просто арасында жүру арқылы мен шабыт аламын. Ал Алматыда ондай бір фьючеристик вайб жоқ. Алматыда керісінше жаңағы ескіні аңсайтын адамдарға күшті вайб болатын сияқты. КСРО заманындағы жаңағы неше түрлі заведениялар ашылып жатыр. Вот осы ескіні аңсаушыларға негізі Алматыда өте ыңғайлы болады деп ойлаймын. Бірақ мен фьючеристик адаммын, сол үшін менің махаббатым қазір Астана. Ренжімеңдер алматылықтар. Негізі Алматы прям жаман қала, мен келгім келмейді деп айтпаймын. Дәл қазір Алматы қаласында отырмын. Және Алматыға келген кезде маған қатты ұнайтын нәрсе ол әрине таулар. Астанада тауға барғыңыз келсе, сіз Бурабайға баруыңыз керек. Примерно 2-3 сағат жол жүресіз. Ал Алматыда тау 30-40 минуттық жерде бірден шыға салсаңыз болады. Бұл өте ыңғайлы және табиғатпен қаланың және табиғаттың ритмін ұстап отыру өте күшті секілді. Және екіншіден маған өте қатты ұнайтыны, әрине менің достарым барлығы Алматыда қалып қойды, ал мен Астанада өзім жалғызбын. Және менің жұмысым толығымен онлайн, яғни мен маркетолог ретінде жобалардың барлығын онлайн жүргіземін. Маған өте күрделі жаңағыдай офлайн орта табу, офлайн адамдармен сөйлесу деген секілді Астанада өте қиын. Қазір көп адам көшіп келіп жатыр Астанаға, бірақ менің достарым әлі көшкен жоқ. Достарым көріп отырсаңыздар, туыстарым көріп отырсаңыздар, Астанаға көшіңіздер, мен жалғыз тұрып жатырмын. Және Алматының тағы да бір ұнайтын тұсы, ол әрине қанша дегенмен Алматының өзінің вайбы бар. Анау Батырхан Шүкеновтың өлеңіндегідей, Алматыда бір романтизация көп деп ойлаймын. Осы романтизацияны да сағынып келіп тұратыным бар, бірақ бәрібір жүрегім қазір Астананы қалайды. Көп адам Астананы суық деп хейт айтып жатады. Я суық, алғашқы жыл мен бірінші жыл қиналдым, бірінші қыста, бірақ ары қарай уже қазір қыс мысалы маған қатты қиын емес. Жай ғана жылы киінесіз, солай далаға шығасыз, аязды көресіз және аязда прогулка жасау ол денсаулыққа кәдімгідей пайдалы. Астана не дегенмен ол өте жас қала, бағасы
бойынша да тиімді қала, өте жаңа қала және бір жас отбасыға, жастарға дамуға, өсуге өте күшті қала деп ойлаймын. Сол үшін егер сіз қазір Астанада тұрамын ба немесе Алматыда тұрамын ба деп ойланып жүрсеңіз, мен жай ғана сізге ойбай болды барлығын тастап көшіңіз деп айтқым келмейді. Просто попробуйте. Астанаға келіп бір ай тұрып көріңіз. Ол жақта пәтер жалдап тұрсаңыз да бағасы арзанырақ, 200 мың, 300 мың теңгеге өте жақсы районнан өте жақсы пәтерлер ала аласыздар. Ал Алматыда бағалар мен естідім достарымнан 800-900 мың деген секілді кете береді. Астанада да ондай пәтерлер бар, бірақ олар өте үлкен және өте лакшери пәтерлері. Ал жалпы орташа бағадағы пәтерлерді 200-300 мың теңгеге табуға болады. Айтпағым, Астанаға келіп бір екі ай тұрып көріңіз, әсіресе жазда келсеңіздер ғашық боласыздар. Одан кейін барып шешім қабылдайсыз. Маған да өте қиын болды басқа қалаға үйреніп кету, сіңісіп кету, бірақ қазір мен толығымен сол бір астаналық Аиданың эрасын қабылдаған сияқтымын және өзімнің өмірім Аллаға шүкір маған қатты ұнайды. Осылай екі қаланың арасында 2-3 ай сайын ата-анама келіп, в целом негізі Астанада тұрақты өмір сүріп жатырмын. Бүгінгі видео арқылы сіздер өз сұрақтарыңызға жауап ала алдыңыздар деген ойдамын. Келесі видеоларда кездескенше, видео ұнаса міндетті түрде лайк басып кетіңіздер және YouTube-тың алгоритмдарына ұзақ комментарий жазу өте маңызды екен. Сол үшін осы видеоның астына бір ұзақ комментарий жазып кетсеңіздер, 2-3 сөзден құралған. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар, достар. Барлықтарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше, всем пока.